талай жерлерге барып өнер көрсетіп жүр. Сондықтан да әр жерге барған кезде тәжірибе жинақтап, өзіне күш қуат халықтың сенімін арқалап жүр ғой. Бірақ енді әр жарыста көңілдің толғанысы, жүректің сезімі бөлекше. Осы жолда айттым, енді артында қарап отырған елі бар, саған сенім артып отырған тыңдармандарың бар, екі елдің жанкүйерлері бар. Сондықтан да жанкүйерлерінің сенімінен шығуға барынша тырыс, бүкіл өнер сүйетін адамдарға әдемі көңіл күй сыйлауға бар мүмкіндігімді сал дедік. Сондықтан енді сол сөзіміздің үдесінен шығатын шығар деген ойдамыз. Әрине өте қуаныштымыз, сезім кеудемізді керіп тұр, өте ризамыз. Бұл Димаштың осы Чанша қаласына келген кезде суреттерін көріп, ерекше толқыдық. Димашқа көрсетіліп жатқан құрмет, бұл мемлекет тарапынан, өзіміздің еліміздің тарапынан шегі жоқ. Бұл қазақтың өнеріне деген, қазақтың мәдениетіне деген құрмет деп қабылдаймыз. Ең алдымен елдің мәртебесі, Димаштың оқитын, білім алып жатқан, ол бар болған 3-ші курстың студенті, білім алып жатқан шаңырағы Қазақ ұлттық өнер академиясының, өнер университетінің мәртебесі деп ойлаймыз. Ол біздің бір ғана отбасымыздың баласы болып дүниеге келіп, қазір шүкір енді елдің баласы болды. Оған өте қуаныштымыз. Айтбаевтар әулетінің тұңғышы Димаш финал алдында әсіресе ата-әжесінің батасын ерекше күткен екен. Әйтеуір бала сол кісілердікі, еңбек сол кісілердікі. Қазір енді техниканың дамыған уақыты, Димаштың жаңағы біздің папа-мамамыз үлкен кісілер техниканың қазір енді заманауи тілін біраз меңгеріп алған. Интернет желісі, WhatsApp бар, Skype бар, күнде сөйлесіп отырады, ақылдарын айтады. Сондықтан ол жағынан кемшін емес. Күнде бір рет хабарласып, баласы өзінің жаңағыдай тарапынан ата-анамызға сәлем жолдап жатады. Ол кісілер де өз тарапынан күнде хабарласып жатады. Ал оның үстіне бізге бара жатқан кезде біздің тарапымыздан да сәлемдерін жолдап жатыр. Енді ақылдарын айтады, қашанда үлкен кісілердің ақылын алған адам жаман болмайды ғой. Қытайда жарты жылға жуық уақытын өткізген Димаш әсіресе осы елдің тамақтарына үйренісе алмай